баклажка өткізіп баюға болады. Қыздар, мен сіздерге күшті бір идея айтайын ба? Негізінде баклажка өткізіп байып кетуге болады. Сондай бір күшті бизнес план таптым ғой. Мен осылай ыдыс-аяқ жуып отырғам негізінде. Сөйтіп ойлап отырдым, бір күшті бір идея шықса екен миымнан, бірдеңе өткізіп немесе бірдеңе істеп, бір күшті байып кетсем екен деп ойлап жүргем ғой. Алдымен осылай үйдің барлығын сыпырып алдым, сонымен далаға шықтым, даланың барлығын сыпырып жүріп, осы жерге келейін деп бір күшті ой келді ғой маған. Бұл жерде әжептәуір сыпырып жатқанмын, сөйтіп қолыма баклажка түсті ғой. Оппа, мына баклажканы алып, ана гүлназ әпше сияқты байып кетсең ғой, ол кісі темір өткізіп байып кетті ғой. Баклажканы ұстап тұрып, аяғымда носки мен галошке көзім түсті ғой. Ертең мен байып кетсем, осы екеуі куә болады. Ал енді кеттік те барлық жерден баклажка іздей бастадым. Бізде баклажка көп, осының барлығын салайын деп осы қолымдағы ары-бері сүйреп жүрмін ғой осыны алу үшін. Оппа деп мына жерден бір баклажка таптым. Темірдің арасынан горилланың ыдысын таптым. Ол дымға керек емес деп тастап жібергенсің ғой. Ал қыздар, ары қарай не істедім? Екінші бөлім шықсын ба?